Сәлем достар, бүгін біз медовый торт жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: 4 жұмыртқамызды алып, 4-өйінде жарып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Құм шекерімізді саламыз. Жақсылап ерігенше араластырып, әселімізді құямыз. Және майымызды құямыз. Сода салып, және араластырып, сосын барып ұнымызды, разрыхителімізді салып, қамыр илеп қоямыз. Қамырымызды 4 бөлікке бөліп, шетінен жайып, пісіріп ала береміз. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады, өте дәмді болып шығады. Және мен креміне кашадан жасадым. Біздің үйдегілер кашадан жақсы көреді. Үйдегі бар қажетті заттардан істесеңіздер болады. Өте оңай. Мінекей өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Тіркеліп лайк басып